Қайырлы кеш, бүгін манты рецептімен бөліспекпін. Нанымызды жұмсағырақ етіп илейміз. Bir картошка қостым, картошкамызды ұсақтап тураймыз. Пиязымызды тураймыз. Келесі кезекте асқабағымызды тураймыз. Етті қолмен турап жасаған дәмдірек болады, сол үшін етті турап жасадым. Тұз бұрышын саламыз. Нанымызды жұқалап, әдемілеп жаямыз. Ұзынша етіп нанымызды кесіп аламыз. Енді мантымызды түйеміз. Осылай әдемі етіп түйеміз. Менің каналыма тіркеліп, видеома лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Мантымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.